Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен творожный сметанный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, қаймақ, творог, жұмыртқа, сармай, қант, кукуруз крахмалы, мұздатылған қарақат, разрыхитель және ванилин. Пирогымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға разрыхительді қосып, еліктен өткіземіз. Қант, сармай қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Осындай қамыр болып шығу керек. Енді осы қамырымызды салафанды мешочекке салып, 30 минуттай холодильникке қоя тұрамыз. Пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творог, қаймақты салып, қант, жұмыртқа, кукуруз крахмалы, ванилин қосып, блендермен араластырамыз. Формамды алдын ала дайындап қойдым. 30 минуттай тұрған қамырымызды формамызға жайып саламыз. Қамырымызды осылай жайып салып шықтым формама. Пирогымыздың салмасы осындай болып шығу керек. Енді құйып шығамыз. Өзіңіздің дәміңізге қарай әртүрлі жеміс-жидектерді пайдалануға болады. Менде мұздатылған қарақат, ұзайтып әдемілеп салып шығамыз. 170 градуста 40-45 минут пістіріп аламыз. Міне достар, біздің творожный сметанный пирогымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңіліңізден шығады деп үміттенемін. Осы видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.